Аружан мен Әділ бір ауылда туып өсті. Олар мектеп қабырғасында танысып, бір-біріне ғашық болды. Аружан нәзік мінезді, арманшыл қыз еді. Ал Әділ батыл әрі еңбекқор жігіт болатын. Екеуі әрбір кездесуде өз армандарымен бөлісіп, бір-біріне мәңгі бірге болуға уәде берді. Мектеп бітірген соң Аружан қалаға оқуға аттанды. Оның мақсаты үлкен қалада білім алып, армандарын жүзеге асыру еді. Ал Әділ ауылда қалып, ата-анасының шаруашылығына көмектесуді таңдады. Ол: Аружан, сенің армандарыңның орындалғанын қалаймын. Бірақ сен қалада болсаң да, мен сені әрдайым күтемін, деді. Аружан оның көзіне қарап, қанша уақыт өтсе де, қайда болсам да, менің жүрегім сенмен бірге болады, деп жауап берді. Қала өмірі Аружан үшін оңай болған жоқ. Жаңа орта, жаңа адамдар арасында ол өзін жалғыз сезінді. Бірақ әр кеш сайын Әділге хат жазып, оған ауылдағы жаңалықтарды білгісі келетін. Екеуі хат арқылы үнемі байланыста болды. Аружанға Әділдің хаттары өмірдің бір бөлшегі секілді еді. Ал Әділ үшін Аружанның сөздері оның күші мен шабыт көзі болды. Уақыт өте келе, Аружан жаңа достар тапты. Оқуын жалғастырды. Бірақ оның өмірі мүлдем өзгерді. Қаладағы адамдар мен әдеттер оған жат көрінгенімен, уақыт өте ол сол ортаға бейімделді. Әділдің жазған хаттарына жауап беру сирей бастады. Ал Әділ болса әр апта сайын хат жазуды тоқтатпады. Бір күні Аружан жаңа жұмысқа орналасып, мансабын бастағанда Әділдің жазған хаттарына мән бермейтінді сезді. Ол өзін кінәлі сезінсе де, ауылдағы өмір мен қаладағы қарбалыстың арасында байланыс үзіле бастағанда еді. Ал Әділ оны күтіп жүрді. Ол күн сайын хат алуды үміт етсе де, Аружаннан жауап сирек келетін. Уақыт өте, оның жүрегінде күдік пен мұң пайда болды. Бірақ ол Аружанға деген махаббатын сақтап, оның қайта оралатын сәтін күтті. Бірнеше жыл өткен соң, Әділ ауылдағы ең табысты шаруаға айналды. Оның еңбегі жемісін беріп, көп адамдар оны құрметтейтін. Бірақ ол әлі де жалғыз болды. Аружанға деген махаббаты басылмаса да, оны бір жола жоғалтып алғандай сезінді. Аружан бір күні қаладағы үлкен жетістігін атап өткен соң, кенеттен өзін бос сезінді. Ол армандарына жетті, бірақ жүрегінде бір нәрсе жетіспей тұрғандай еді. Сол сәтте ол өзінің ең жақын досы, әрі махаббаты Әділді сағынғанын түсінді. Ол қаланы тастап, ауылға оралу туралы шешім қабылдады. Ауылға келгенде ол Әділді өзінің шаруашылығында жұмыс істеп жүрген жерден тапты. Әділ оны көріп алғашында таң қалды. Кейін күлімсіреп: сен қайттың ба, Аружан, деді. Оның даусы жылы, әрі сенімді еді. Аружан көз жасын тыя алмай, Әділге жүгіріп барып құшақтады. Сені қатты сағындым. Қанша уақыт өтсе де, менің жүрегім сенде қалды, деді ол. Екеуі қайта қауышты. Уақыт оларға ауыр сынақтар берсе де, олардың махаббаты бәрін жеңіп шықты. Аружан қаладағы өмірден бас тартып,
ауылда Әділмен бірге жаңа өмір бастады. Екеуі бірге еңбек етіп, қуанышты сәттерді бөлісіп, өз армандарын қайта құрастырды. Аружан мен Әділ ауылда жаңа өмір бастады. Қаладағы жетістіктер мен армандарды артта қалдырып, олар бірге қарапайым, бірақ бақытты өмірге қадам басты. Ауылдың тыныштығы мен табиғаттың сұлулығы олардың жүректерін тыныштандырып, қайтадан бірігуге мүмкіндік берді. Олар бір-біріне жақындаған сайын, өткенде жіберген қателіктері мен ұзақ жылдар бойы үзілуі олардың махаббатын күшейте түсті. Әділ мен Аружан жаңа жобаларды қолға алып, ауылдағы шаруашылықты жаңғыртуға кірісті. Әділ егіс алқаптарын кеңейтіп, жаңа техника мен заманауи әдістерді қолдануды ұсынса, Аружан ауылдың жастарымен жұмыс жасап, оларды заманауи ауыл шаруашылығына үйретуге тырысты. Қаладағы өмірдің бар білімі мен тәжірибесін ауылдың пайдасына жарату олардың өміріндегі ең үлкен мақсатқа айналды. Алайда бұл жолда да қиындықтар кездесті. Ауылдың кейбір тұрғындары жаңалықтарға қарсы тұрды. Олар заманауи әдістерді қымбат әрі тиімді емес деп санады. Бұл жағдай Әділ мен Аружанға оңай тиген жоқ. Ауылдағы ескі әдеттер мен жаңалықтардың арасында үйлесім табу қиынға соқты. Аружан бір күні Әділге қарап, мен кейде өзіміздің армандарымызды жүзеге асыру үшін ауылда бізді түсінетін адамдардың аз екеніне өкінемін. Бірақ сен менімен бірге екеніңді білгенде, менің жүрегім жай табады деді. Әділ оның сөздеріне күлімсіреп жауап берді. Біз бірге бұл қиындықтарды жеңеміз. Сен менің күшімсің. Бір-бірімізге сеніп бәрін жасай аламыз. Бір күні ауылға үлкен қаладағы бір компанияның өкілі келді. Ол ауыл шаруашылық өнімдерін сату мақсатында жаңа нарықтарды зерттеп жүргенді. Әділ мен Аружан осы мүмкіндікті пайдаланып, өз жобаларын ұсынды. Әуелде бұл ұсынысқа скептикпен қараған ауыл тұрғындары, кейін әңгіме барысында Әділ мен Аружанның шешімділігі мен жоспарларының нақтылығына таңданды. Ауылдың атақты шаруалары мен кеңесшілері де жаңа идеяларға қызығып, осы жобаларға қолдау көрсетуге дайын болды. Әділ мен Аружанның өмірі жаңа сатыға көтерілді. Олар жаңа нарықтармен келісімдер жасасты. Өнімдерін шет елдерге шығара бастады. Ауылдың байлығы артты. Жастар жұмыс табу үшін қалаға кетуден гөрі өз жерінде табыс табуға мүмкіндік алды. Аружанның армандары мен Әділдің еңбекқорлығы бірегей нәтижеге жетті. Бірнеше жыл өткен соң Әділ мен Аружан ауылдың ең танымал және ықпалды азаматтарына айналды. Олар тек шаруашылықты емес, сондай-ақ ауыл мәдениеті мен білімін жаңғыртуды да қолға алды. Ауылда мектептер мен кітапханалар ашылды. Жастарға арналған бағдарламалар ұйымдастырылды. Аружан бір күні Әділге қарап күлімсіреп, біз бұны бірге жасадық. Алғашында өзімізге сенбегендер қазір біздің жолымызбен жүріп келеді. Бұл тек біздің ғана емес, бүкіл ауылдың жеңісі, деді. Әділ оның сөздерін тыңдап, жылылықпен, жеңісіміздің кілті бірге болуымызда. Біз
бір-бірімізге сендік, бір-бірімізді қолдадық, және сол үшін әлемнің бәрі біздің қолымыздан келеді деді. Олар бір-біріне қарап шексіз махаббаттың күшімен уақыттың қалай өзгергенін түсініп, әрбір сәтті бағалап өтті. Ауыл тыныштықта, бақытта өмір сүрді. Ал Әділ мен Аружан бір-біріне деген махаббаттарын мәңгілік сақтап, жаңа бастамаларды бірге жүзеге асырып жүрді. Құрметті менің тыңдармандарым, осы оқиғаның түйіні нағыз махаббат ешқашан тек сезіммен ғана шектелмейді. Ол күш, сенім, қолдау және бір-біріне деген адалдықтың арқасында өмірдің барлық қиындықтарын жеңіп шығады.